мәселеміздің тақырыбы Абайдың толық адам іліміне арналады. Абай шығармашылығындағы толық адам мәселесі бұл біздің курстың ең бір маңызды, ең бір мәнді тақырыптарының бірі. Неге өйткені Абай шығармашылығының барлық түйіні сол адам мәселесі, адам еңбегі, адам әрекеті дегенге барып саяды. Ал енді сол адамның жаратушы жаратқан талапқа сай болуы, сол биік деңгейге көтерілуі, соның ең үлкен, ең негізгі басты өлшемі толық адам деп бекіткен екен Абай. Ендеше бүгінгі біздің дәрісіміз осы толық адам Абайда қалай шешілді, қандай мәселелерге мән беру керек, сол жөнінде сіздермен бірге әңгімелесетін боламыз. Ең алдымен әдеттегідей біздің дәрісіміздің, яғни бүгінгі сабақтың өзегі қандай? Ол әрине толық адам тақырып болғаннан кейін, біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым сол үшеуінің жөнін білмек деп айтылатын сөзі бар Абайдың. Сол осының ішіндегі біреуінің күні жоқ, біреуінсіз деген, ол осыған дейінгі де дәрістерде айтқандай, ақыл, жүрек және қайраттың өзара бірлігі. Сондықтан да бүгінгі біздің сабағымыздың өзегі етіп, осы үш дүниені біз қай тұрғыда танимыз, қай аспектіде сөз етеміз дегенді айтуымыз керек болды. Ол ең алдымен ақыл. Абайдың айтуында ақыл ол ақиқатты танушы, яғни адамға берген бір ерекше нығмет. Естеріңізде болса, біз өткен дәрісте айттық, жаратушының адам баласын махаббатпен жаратқанының белгісі оның ғажайып ақылды ғажайып денеге салуымен байланысты деп. Ендеше сол ғажайып ақылдың ең жоғары деңгейдегі өлшемі бұл ақиқатты тану. Яғни ақиқат бұл абсолют ақиқат. Яғни жаратушының өзінің бірі адамға белгілі, бірі адамға белгісіз заңдылықтарын түсіну, ақыл соған қабілетті екен. Яғни егер адам айналасына көз салып, айналасына шын мәнінде өзінің адам қалпымен қарайтын болса, онда оның ең осы заңдылықтардың өзінің деңгейінде танып білуіне мүмкіндігі болады екен. Өйткені неге мүмкіндігіне деп отырмыз? Өйткені Абайдың сөзі бар. Бұл жаратқанның жаратылысы, жаратқанның жасаған нәрсесінің барлығы өлшеусіз дейді. Оның заңдылықтары өлшеусіз, оның көлемі өлшеусіз. Ал адамның ақылы өлшеулі дейді. Сондықтан өлшеулі мен өлшеусізді түгел біліп болуға мүмкіндігі жоқ дейді. Тек оның өзі сол Алла бұйыртқан шектегі дүниені танумен байланысты деген айтады. Бірақ қалай болғанда да адамның ақылы ақиқатты тануға бағытталған кезде ол өзінің басқа тіршілік иелерінен артық екендігін айқын танытатыны кәміл. Бұл ақиқатты тану бұл адамға не береді? Яғни ақылдың сол тану арқылы жететін нәтижесіне бұл әрине адамның көкірек көзінің ашылуы. Көкірек көзі дегенде Абай естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар дегенде де айтады. Өздеріңіз білесіздер. Яғни адамның көкірегі байлаулы болу керек дейді, нәрсені ұмытпасқа. Сонда көкірек көзін ашу дегеніміз жай ғана ақылмен тыңдау емес, бар ықыласымен, жүрегімен тыңдау. Ендеше сол ақыл ақиқатты тану арқылы жүрек көзін, көкірек көзін ашуға өзі алғышарт қалыптастырады екен. Толық адам болудың екінші шарты ол әрине жүрек. Суық ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек. Сол жүрек дегеніміз оның міндеті не? Егер ақыл ақиқатты тануға бағдарланса, ақиқатты тануға ұмтылса, жүрек сол таныған нәрсені енді адамның бойынан өткеріп сезінуіне жол ашады екен. Сондықтан да Абайдың ғылым деген дүниені заңдылықтар деп айтпай, ғылым дегеніміз дүниені жүрекпен сезу деп айтатыны содан келіп туындайды екен. Ендеше көкірек көзі ашылған адамның сезінуіне жүрек жол ашады екен. Ал енді оның қайтарымы не болады, оның түпкі нәтижесі не болады деген кезде, ол мейірім болып төгіледі. Яғни мынау жаратушының керемет заңдылықтарын түсінген, жаратушының бүкіл адам болмысы, жалпы айналадағы бүкіл болмысты тануына көзі жеткен, соны бар
ықыласымен сезінген жігіт ол айналасына мейірім төгуге бейім болып тұрады екен. Үшінші қайрат. Қайраттың ең басты міндеті ол мынау адамды тоқтатпай, үздіксіз алға ұмтылдыру міндетін атқарады екен. Олай болатын болса, қайраттың ендігі жететін нәтижесі не дегенде, өздеріңіз өткен дәрістерде де біз айтқанбыз, Стивен Ковидің жасампаз адамдардың 7 дағдысы дегенде. Сонда тәуелділіктен құтылудың ең керемет жолы, яғни барлық нәрседен, барлық әрекеттен ұттым қалпында шығу. Яғни сәттіліктен де, сәтсіздіктен де сабақ ала білу деген нәрсе. Яғни бар қайратымен, бар күш-жігермен ұмтылған нәрсені, бойында қуат күшін бәрін жұмсаған нәрсені соңғы нәтижеде қандай жағдайда да ұттым қалпында. Яғни мұқалмас қайрат, жүзі сынбас қайрат деген нәрсе бүгін толық адамның бір үлкен белгісі болады екен. Сонда біз сабақтың өзегін осы үшеуінің бірлігінде алуымыз керек деп көрсетіп отырмыз. Енді толық адам ол кім? Кім толық адам бола алады десе, толық адам болу әр адамның өзінің еншісінде. Әркімнің өзінің дүниені тануына, сол таныған нәрсесінің өзінің ақиқат ғұмырына, өз ғұмырына айналдыра алуында, соған темір қазық етіп ұстануында екен. Өйткені толық адам ол өздігінен пайда болмайды. Адамға жаратылыс қаншалықты қабілет берсе, сол қабілеттерді ұштай жүріп, сол қабілеттерді шыңдай жүріп, толық адам деңгейіне шығады. Өйткені бұл қабілет дами келе қасиетке айналады. Сіздер барлығыңыз білесіздер, Димаш Құдайберген бүкіл әлемді өзіне табындырып отырған Димаш Құдайбергеннің бойындағы қабілет не? Ол әрине әншілік қабілет. Ән, әуен деген нәрсе ол адамға шын мәнінде табиғаттан берілген нәрсе. Бірақ соны кім қаншалықты дамытады? Соған көп нәрсе байланысты. Яғни бойындағы талантты ұштай түскен сайын ол бірте-бірте қасиетке айналады. Бүгінде Димаштың әншілігі ол қасиет. Ал енді оны біреулер талант қой ол деуі мүмкін. Дұрыс, талант шыңдаған кезде талантқа айналды. Ал шын мәнінде ол барлық адамға бірдей беретін қабілеттен бастау алып жатыр. Оның айқын дәлелі не? Оның айқын дәлелі міне сөйлеу. Бәріміз сөйлейміз, солай емес пе? Бәрімізге сөйлеу қабілетін дарытқан табиғат. Оны Абай айтады. Бірінің қолына келместі, екіншісінің бірлесіп жұмыс істеу үшін адамға тіл берді дейді. Яғни бір-бірімен тілдесіп, бірігіп өмір сүру үшін тіл берді. Ал сол тілді жүзеге асыру әрекеті не? Ол әрине сөйлеу әрекеті. Енді сөйлеу бәрімізге бірдей берілген қабілет болғанмен, біздің арамыздан мыңнан бір адам шешен болып шығады. Неге? Өйткені ол өзінің қабілетін ұштады деген сөз. Яғни бойындағы сол сөйлеу қабілетін шыңдай келе, ұштай келе, ол шешендікке айналады, қасиетке айналады. Ендеше толық адам бойындағы қасиет шешендік болатын болса, ол да адамның өзіне тікелей байланысты екен. Сондықтан да айналайындар, біздің толық адам деңгейіне біз жете алмайтын шығармыз. Оған бір ерекше дарынды адамдар ғана жететін шығар десеңіздер, онда қателесесіздер. Себебі не? Себебі екінші дәйекті келтірейін. Мысалы, бәрімізге бірдей ойлау қабілеті берілген. Өздеріңізге өткенде сұрақ қойғанда да адамның басқа тіршілік иелерінен қандай айырмашылығы бар деген кезде өздеріңіз айттыңыздар ғой. Ол ойлай алады деп. Жай ғана ойламайды, ол кешегісін, бүгінін және ертеңін ойлай алады дегенді айттыңыздар. Ендеше сол адамға берілген ойлау қабілетін шыңдай келе, өзінің ақылын, парасатын сол ойлаумен ұштастыра білген адам түбі даналыққа жетеді. Ал толық адам белгісі сол даналық. Ендеше мұндай қабілеттер адамның бойында бар, сол қабілеттерді шыңдай отырып, біз даналыққа қол жеткізеді екенбіз. Мәселен, қазақтың керемет сөзі бар. Сөйлей-сөйлей шешен боларсың, көре-көре көсем боларсың. Осында сөйлей-сөйлей шешенді айтып отырмыз, ал енді көре-көре көсем боласың деген не? Көсем боласың дегенде кімді айтып отыр? Көсем деген кім? Көсем деген елді билейтін адам. Елді өзімен бірге ерте алатын адам. Естеңіздер, өткенде айттық қой, мынау Ахмет Байтұрсынның Абайға арналған қазақтың бас ақын деген мақаласы туралы біз айтқан кезде, сіздермен бөліскен бір үлкен ғалымның сөзінде айттық қой, көшбасшылық деген ол туа бітті дүние емес, ол бірте-бірте қалыптасатын дүние деп. Ендеше көре-көре көсем боласың деген, жай ғана көріп ұмыту емес, көрген нәрсенің бәрін ой түйіп жүрсең, онда көсемге, көшбасшыға айналасың деген сөз.
Ал толық адамның тағы бір белгісі оның көшбасшылық қасиеті. Көшбасшы деген өзінің ортасынан оза шауып кеткен, дараланып шыққан адамдар емес екен, балалар. Көшбасшы деген өзі жеткен биікке айналасындағының бәрін бірге жеткізе алатын, жүрегі кең, ақылы ашық, қайраты сергек адамдар екен. Олай болатын болса, біз осы дүниелерді абай қалай қозғады, қалай тұжырымдады, міне сол мәселелерге бүгін сіздермен бірге бірінші бөлімінде дәрісіміздің соған мән береміз. Ең алдымен айтатынымыз, толық адам болуға не кедергі жасайды мәселе содан басталады екен. Мысалы, осы Абайдың 23-ші сөзі, мен ылғи да өздерің секілді студенттерге айтамын. Бұл 23-ші сөзді бүкіл жас оқу керек. Өйткені қазір бізді жолдан тайдырып, қазір бізді жолдан адастырып жүрген бір-екі нәрсе бар. Оның біреуі қуаныш, біреуі жұбаныш. Қандай қуаныш, қандай жұбаныш? Яғни адамның өзі жаңағы әділетсіз бағалауынан, немесе өзінің бойындағы бір кемшіліктерді басқа бір нәрсенің есебінен көлегейлеу үшін, яғни өзін-өзі ақтау үшін қолданатын бір дүниелерді Абай 23-ші сөзінде керемет айтады. Сонда мен сіздерге 23-ші қара сөзді толы болуды ұсынамын. Ол не? Ол яғни өзін айналасындағы адамдармен салыстырып, тәуба айтып жүру дегенді келтіреді. Сонда Абайдың сөзі бар. Егер сен өзіңді салыстыратын болсаң, онда өзің алдыңдағы адамдармен салыстыр дейді. Ал өзіңмен кейінгілермен салыстырып, сен өз бағаңды ала алмайсың дейді. Сонда осы жердегі қазаққа тән қуаныш деген, ол жаңағы адамдар өзінен кейінгілерді айтып отырып, оның қасында біз сәулелі кісінің бірі емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе? Деп жаңағы өзін-өзі жұбататын сөздерді айтады. Мәселен, міне сіздер студентсіздер. Ой, мен жаңа Маратқа қарағанда сабақтан қалмай жүрмін ғой. Саматқа қарағанда ол әлі 2-ақ жұмысын тапсырды, мен 5 жұмыс тапсырып қойдым ғой. Бірақ сенің алдындағы дулат бұл уақытта 10 жұмысын тапсырып қою мүмкін. Сонда сен дулатқа теңеспейсің, артындағыға қарап тәуба жасайсың. Міне Абайдың айтып отырған осы. Яғни өзіңнен кейінгімен емес, өзің алдыңғылармен салыстыр дейді. Алдыңғылармен салыстыру арқылы не болады? Яғни адамның бойында қайрат, күш, жігер, намыс оянады да, өзін-өзі қамшылай бастайды. Және көппен көрген ұлы той дегенді Абай үнемі сынайды. Өйткені мен ғана емес қой, елдің бәрі сөйтіп ақ жүр ғой, көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады да, деп өзін-өзі жұбататын жағдайлар. Міне осы екі фактор, қуаныш пен жұбаныш, өзін-өзі жұбататын, немесе біреудің жаңағы жасаған кемшілігін көріп қуанатын, бізде ондай нәрсе жоқ қой дейтін. Міне осы нәрселерден біз бойымызды алға ұстасақ, онда біздің толық адамға барар бастар жолымыз ашық болады екен. Ендеше Абайдың айтатын 24-ші сөзіндегі өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе деген сыры осында. Яғни аңду деген өзінен озып бара жатқандығын емес, аңду деген өзінен кейінгіге қарап бой түзеу дегенді айтады. Ал енді бұндай дертте біз арылатын болсақ, онда қай-қайсымыздың бойымызда да сол толық адам болуға қажетті сөз. Енді толық адам бұл жай ғана бір тұжырым, я болмаса бір қағидат емес. Ол шын мәнінде Абайдың ілімі. Ілім, білім, ғылым, ілім дегенді өткенде сіздер айтқан болатынбыз. Ендеше сол ілім, яғни басқа ғылымға, басқа дүниенің бәріне бірге тасқалайтын осы толық адам ілім деген не? Оны Абайдың айтуында қарайтын болсақ, қашан бір бала ғылым білімді көксеріп болса, сонда ғана оның аты адам болады дейді. Әлі толық адам демейді. Яғни ғылым мен білімді кім көксейтін болса, кім ғылым білімге ұмтылатын болса, сол адамның аты адам дейді. Неге? Өйткені адамдықтың бірінші белгісі сол тануға, жаратылыстың сырын тануға, Алланы тануға, өзін-өзі тануға ұмтылысы екен. Ендеше ол адамға тән қасиет. Яғни кәдімгі борсыған судай бір жерде тұрып қалмай, үнемі ой ағымында, үнемі сезім ағымында, үнемі кісіліктің даму ағымында жүретін адам туралы айтып отыр. Ал енді толық адам кім десеңіз, сол ғылым білімді көксеген адам ғылым білімнің мәніне терең түсіне бастаған кезде, ол жаратушының жолында, хақтың жолында жүруге өзінен өзі келеді екен.
Сондықтан да айтады, Құдай тағала жолында жүрген өзіне кім шарт қылып қадам басса, сол толық адам болады дейді. Ал Құдай тағаланың жолы не? Оны келесі сөзінде былай дейді: ғаделет барша ізгіліктің анасы дейді. Яғни жаратылыстың сырын тану ізгілік болса, сол ізгіліктің анасы ғаделет, яғни әділет дейді. Өйткені адамның бойындағы ынсап та, адамның бойындағы ұят та бұл сол әділеттен бастау алады дейді. Ол қандай әділет? Ол әрине адамдардың ең алдымен өзіне және айналасындағыларға әділет қарым-қатынасынан басталады. Яғни өзіңе қанша ауыр болса да, өзіңнің бойыңдағы мінді, өзіңнің бойыңдағы кемшілікті дұрыс көру, соны таразылау және соның бар екенін мойындау, міне әділет содан басталады. Ал өзіне өзі әділ адам, ол айналасындағылардың бәріне әділ болады деген сөз. Яғни кез келген сын сәтте, кез келген мынау адамның тағдыры таразыға түсетін сәтте де, немесе бір қанжар жүзіндегі дейді, қанжар жүзіндегі бір мәселені шешу кезінде де осы әділетке біз мойын ұсынсақ, міне ол толық адамның бір белгісі болып саналады екен. Сондықтан біздің бүгінгі бірінші бөлімнің дәрісін осы жерден аяқтайық. Өйткені бұл өткен сабақтармен байланыстырып айтқан кезде махаббат пен ғылым мен ғаделет пен осы үшеуінің бірлігінде бірге тұратын, бірге аяқталатын нәрсе болып шығады екен. Дәрісімізді ары қарай тағы да жалғастырамыз. Сондықтан бірінші бөлім осымен аяқталды. Қайсы? İş yürütüm.